Ассалаумалейкум көпшілік, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі тақырып қандастар мен Қазақстанның жергілікті қазақтардың арасындағы үйлену, тұрмысқа шығу жағдайын айтайын деп отырмын. Мысалы, жалпы өздеріңіз байқайсыздар. Қандастар әр мемлекеттен келеді. Монғолиядан келгендер, Өзбекстаннан келгендер, Ресейден келгендер, тіпті Түркиядан келгендер Қазақстан келген кезде көбінесе осы жақтан қыз алады, қыздарын береді, онша көп мәселе шықпайды. Енді Қытайдың қазақтары шамалы өзгеше, келген соң көбінесе өз жағынан қыз алуға тырысады. Бұл енді үлкен адамдардың менталитеті. Мүмкін Қытай жақта халық саны көп, қазақтардың 1.700.000-дай бар. Одан соң ертеден бері Қытай жақта өмір сүріп жатыр. Сондықтан өзгеше бір қоғами, әлеуметтік бір менталитет деген нәрсе пайда болған. Сондықтан құдағи таңдар кезінде, қыз таңдар кездерінде көбінесе өз жағынан алады. Бұл енді бір жағынан ойлап көрсең, менің ойымша дұрыс емес. Бәрібір бір қазақ болғандықтан үйтіп сендер біз деп бөлінудің қажеті жоқ. Сондықтан араласа беріңіздер. Ал екінші жағдайын айтайын, генетика, ДНК жағынан. Қазақстанның қазағы болсын, Ресейдікі болсын, Өзбекстандікі болсын, ДНК-да бір аутосома деген әңгіме бар. Аутосома деген ол қазақтардың қай жақтан келген қандары араласқан нәтижесі. Қазақстан, Өзбекстан, Ресей негізі өте жақын бір халық деп айтуға болады, аутосома ретінде. Ал Қытайдың қазақтары кішкене болса да мүмкін 200 жыл, 300 жыл сол маңайда өмір сүрген соң, о заманда ұшақ жоқ, пойыз жоқ, бір-біріне кездесіп алыстан кіші жүзден қыз алып жүретіндей жағдай жоқ. Сондықтан найман керейден алады, керейдің ішіндегі 7 атадан асқан рулар бір-бірімен үйлене бергендіктен өң бітімдері бір жаққа қарай, бір направление, бір бағытқа қарай өтеді де, содан кейін Қытайдың қазақтарының көбінесе, бәрін айта алмаймын, көбінесе білініп қалады. Түрлері ұқсайды бір-біріне. Сондықтан менің ойымша үйленген кез, тұрмысқа шыққанда басқа жақтың қазақтарын алу керек. Не үшін біз 7 атаға бөлінеміз? Тек қана 7 атаған емес. 7 өзеннен өтіп, 7 тауды басып отырып, басқа елдің қызын ал дейді. Сол сияқты араласа жүрген баланың, кейінгі ұрпақтардың денсаулығына да жақсы, ой саналарына да жақсы, бой тұрқысына да жақсы болады. Сондықтан мен айтарым, Қытайдың қазақтары үйтіп қатты бөлініп кетпеңіздер. Білемін, түсінемін, өзім де қытайлық қазақтың, Қытайда туып өскен, бірақ әр семья әртүрлі. Менің алғаным Көкше жақтың қызы, менің інім алғаны Шымкент жақтың қызы, менің қарындасым тұрмысқа шыққан жері осы Алматының Албандарына. Сол сияқты араласайық, бәріміз бір қазақпыз.